Сәлем достар. Қазіргі кездегі трендтегі Wednesday фильміндегі қолдың осындай жеуге болатын түрін жасап көрсетемін. Қолмен қоса астындағы шоколад чашасын жасап көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға кокос таяқшасын саламыз. Кокос стружканың ұсақтау сарылау түрін қолданыңыздар. Оған жұмсақ сармай мен бал қосамыз. Кокос таяқшасы егер ірілеу болатын болса, блендерден өткізіп алсаңыздар болады. Мен ұсақ түрін қолдандым. Жақсылап араластырып алғаннан соң, осындай қолғапқа саламыз. Яғни резиновый қолғапқа саламыз. Резинке қолғапқа салғаннан соң, жақсылап саусақтарында толтырып, осылай нығыздап қолмен басып шығамыз. Енді оны тақтайшаға қойып, мұздатқышқа шамамен 1-2 сағатқа қатқанша қойып қоямыз. Енді астындағы чашасын дайындаймыз. Су моншасында осылай шоколадты ерітіп аламыз. Қоңыр шоколад, яғни горький шоколад қолдандым. Тәрелкемізге осылай пергамент төсеп алып, осылай чашаның астыңғы бөлігін осылай қасықпен формасын келтіреміз. Енді жағып болғаннан соң, осылай үрілген шарымызды осылай шоколадқа малып шығамыз. Осылай айналдыра отырып, осылай маламыз. Енді шарды малып болғаннан соң, жаңа тәрелкедегі шоколадқа осылай қолмен батырып жабыстырамыз. Яғни астыңғы бөлікпен жабысуы керек. Енді тоңазытқышқа шоколады әбден қатайғанша жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді тоңазытқыштан шығарғаннан соң, оның шарын алып тастаймыз. Міне, бізде асты осындай болып шықты. Шарын алу үшін қайшымен осылай байланған жағын осылай қиямыз. Сол кезде жарылмайды. Ине түйреуіш тыққаннан гөрі осылай қайшымен қиған дұрысырақ. Егер алынбай жатса, мұздатқышқа шамалы уақытқа қойып алыңыздар. Сол кезде оңай алынады. Мінекей біздің чашамыз дайын. Енді мұздатқышта қатқан қолымызды шығарамыз. Резинкені лезвияның көмегімен немесе өткір пышақпен, қайшымен осылай алып тастаймыз. Ақырындап абайлап алыңыздар. Бұл қолды ыдысқа салып, вареньемен немесе балмен әсемдесеңіздер болады. Шоколад чашаның үстіне мен осылай шоколадты ерітіп алып жақтым, яғни қол жабысу үшін. Осылай жабыстырамыз. Қолды орналастырғаннан соң, тағы да тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа жабысқанша қойып аламыз. Мұздатқышта бар, үйдегі бар жемісті осылай қантпен араластырып, осылай үзіліп тамғанша қайнатамыз. Осылай болып тамуы керек. Және мен қолдың бет жағына аздап ақ шоколадты ерітіп аздап жақтым. Және осындай қолдың тігілген формасын келтіру үшін қара шоколадты ерітіп жақтым. Қантпен қайнатып алған жемісімізді үстіне осылай құйып шықсақ болады. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Бұл десерттің дәмі баунтиға сәл ұқсайды, яғни қоңыр шоколад пен кокос стружканың дәмі жақсы үйлеседі. Видео ұнаса, еңбегімді бағалап, лайк басып, коммент қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. WhatsApp, Telegram, Facebook парақшаларына таратсаңыздар болады. Каналыма жазылып қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Астарыңыз дәмді болсын.